Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху. Құрметті оқырмандарым, біз өздеріңізбен біраз уақыт бұрын бастаған рухани сапарымыздамыз. Яғни Алланың көркем есімдерінің қазыналары жолында сіздерге әрдайым пайдалы ілім, жүрекке әсер ететін мағына және иманды тереңдететін құндылық ұсынуды мақсат етіп келеміз. Қасиетті Құранның мағыналар теңізіне бойлай отырып, аяттардың астарында жасырынған хикметтер мен рухани қазыналарды бірге ашуға тырысамыз. Бұл жол Раббымыздың кәләмін тану жолы, оның хикметін жүрекпен сезіну жолы, оның есімдерін тереңдеп тану жол. Кейде біз ілім иелерінің еңбектеріне үңіліп, ғұламалардың өмір бойы жинаған ақыл парасатын, тәжірибесін ықшам түрде ұсынуға талпынамыз. Кейде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям сүннетіне жүгініп, ол кісінің сөздері мен амалдарының астарындағы рухани гауһарларды іздейміз, өмірімізді сол нұрмен сәулелендіру үшін. Ал кей сәттерде заманауи зерттеулер мен психологиялық талдауларға назар аударып, адамның мінез құлқы, ниеті мен іс-әрекеттерінің салдарын қалай түсіндіретінін саралаймыз. Мұның барлығы адам өзін тану үшін, жүрегінің халін түсіну үшін. Аллах Тағала Құранда айтады: «Ва фи анфусикум афала тубсирун». Өздеріңде де Алланың құдірет белгілері бар емес пе? Сонда әлі күнге назар салып қарамағансыңдар ма, көрмегенсіңдер ме дейді Зарият сүресінде. Бүгін Алланың көркем есімдері Асмаул Хусна қазыналарынан бір есімді бір зерделемекпіз. Бұл есім сіздің өміріңізде жиі көрініс табатын, Алланың сізге жасаған қамқорлығын айқын сездіретін ұлы есім. Бүгінгі есім Әл-Хасиб. Аллах Әл-Хасиб. Хасиб жеткілікті етуші, толық қамқор болушы, кепіл болушы деген мағыналарды білдіреді. Алла пендесіне барлық істе жеткілікті. Бұл есім фағил өлшемінде келіп, үздіксіздік пен тұрақтылықты білдіреді. Яғни Алла әрдайым жеткілікті, ешқашан тастап кетпейтін қамқор. Алла Әл-Қайюм, барлық жаратылыстың ісін толық басқарушы, оны ұйқыда қалғып кету де алмайды, пендесінің халінен ешқашан бейхабар қалмайды. Бұл есім Құранда да, сүннетте де айқын түрде келген есім. Соның бір дәлелі ретінде Алланың мына аятын айтсақ болады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхан набийю хасбукаллаху ва ман иттаба'ака минал муъминин. Уа пайғамбар, саған Алла жеткілікті, және саған ерген мүміндерге де жеткілікті. Бұл аят тәуекел мен иманның шыңы. Алла пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалям жеткілікті болғандай, мүміндерге де, яғни біз бен сіздерге де жеткілікті. Осыдан біз күнделікті өмірде жиі айтатын ұлы зікір пайда болады. Ол хасби Аллаху ва ни'мал вакил. Маған Алла жеткілікті, ол қандай көркем қамқоршы. Бұл сөз қарғыс емес, бұл тәуекелдің, ықыластың және ихтисаптың сөзі, сауапты Алладан ғана күтудің. Пенде өз әлсіздігін мойындап, істі толық Аллаға тапсырады. Бұл сөзді зұлымдыққа ұшырағанда, қолыңнан келмейтін іске тап болғанда, жаңа ризыққа, жаңа мүмкіндікке қадам басқанда айту сүннетке сай келеді екен, құрметті оқырмандар. Алла Тағала Құранда Әл-Хасиб есімін адамдарға ескерту ретінде де келтіреді. Мысалы, жетімдердің мал мүлкі туралы: «Вабталул ятама хатта иза балагу никаха фаин анастум минхум рушда фадфау илейхим амвалахум ва ла такулуха исрафан ва бидара аякбару ва ман кана гуниян фальястахфиф ва ман кана фақиран фальякул билмаруф фаиза دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا». Жетімдердің ақыл парасатына жеткенше сынаңдар. Қашан олар некеге жарайтын жасқа жеткенде, егер олардың ақыл есі кемелденген байқасаңдар, мал мүліктерін өздеріне тапсырыңдар. Оларды ысыраппен әрі жетімдер есейіп кетпей тұрғанда асығыс жеп қоймаңдар. Кім бай болса, жетімнің малынан өзін тыйсын, ал кім кедей болса, шариғатқа сай мөлшерде ғана алсын. Ал олардың мал мүлкін өздеріне тапсырған кезде куәгер қойыңдар. Ал есепке Алланың өзі жеткілікті деген. Яғни кім бай болса, жетімнің малынан ештеңе алмастан өзін тыйсын. Неге? Өйткені Алла Әл-Хасиб, ол жетімге де жеткілікті. Сондықтан қиянат жасама дейді. Сондай-ақ Алла Тағала тағы да Құранда былай деген еді: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Сендерге сәлем берілген кезде оны одан да көркем етіп қайтарыңдар, немесе дәл солай жауап беріңдер. Ақиқатында Алла әрбір нәрсенің есебін алушы хасиб. Яғни қалай Алла саған жеткілікті болса, сен де өзгеге жеткілікті бол деген мағына дейді ғалымдарымыз. Әл-Хасибке тәуекел ету,
Алла бізді бұл есімге жүрекпен байланысуға үйретеді. Жақын адамнан айырылғанда ихтисаб, Алланы жеткілікті көріп, сауабын одан тілеп, Алладан орнын толтыруды сұра. Пайғамбар алейхиссалату вассалам қызына немересі қайтыс болғанда былай деген: «Анна лиллахи ма ахаза ва лаху ма а'та ва куллу шай'ин индаху би ажали мусамма фамурхаб фалтасбир вал тахтасиб». Алланыкі алғаны да, бергені де, әр нәрсенің белгіленген мерзімі бар. Онда оған бұйыршы қызыма дейді, сабыр ет әрі сауаптан үміт етсін дейді. Бұл Бухари мен Муслимде келген пайғамбардың хадисі. Әл-Хасибке жүгін, егер сенен күштірек біреу зұлымдық жасаса. Өйткені Аллах Тағала Әл-Имран сүресінде «Хасбуналлаху ва ни'мал уакил» деп айтуымызды бұйырған. Маған Алла жеткілікті, ол қандай көркем қамқоршы деп айтыңдар деген. Бұл иманның тірі екенін көрсететін сөз. Ризық мәселесінде де Алла Тағала айтады: «Валау аннахум раду ма атахумуллаху ва расулуху ва қалу хасбуналлаху саю'тиналлаху мин фадлихи ва расулуху инна илаллахи рағибун». Егер олар Алла мен оның елшісі бергенге разы болып, бізге Алла жеткілікті, Алла бізге өз кеңшілігінен береді, әрі оның елшісі де береді, біз шын мәнінде Аллаға ғана үміт артамыз дегенде еді деп Тәубе сүресінде Аллах Тағала осылай бізді ризық мәселесінде де Аллаға арқа сүйеуге шақырады. Разы болу берекенің кілті. Аллаға тәуекел еткен жанның алдағысы әрдайым қайырлы. Әл-Хасибпен көркем мінездену, яғни тахаллуқ, Алланың сифатынан үлес алу. Сен де жұбайыңа, балаларыңа, ата-анаңа, досыңа жеткілікті тірек бол. Пайғамбарымыз Хадиша анамыз туралы былай деген еді: «Ма абдаланиллаху khayran minha qad amanat bi iz kafara bi an-nasu wa sadaqatni iz kazzabani an-nasu wa istathna bi maliha iz haramani an-nasu wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha iz haramani awladan nisa». Алла маған одан артық ешкімді алмастырған емес. Адамдар мені жоққа шығарғанда, ол маған иман келтірді. Адамдар мені өтірікке санағанда, ол мені растады. Адамдар менен бас тартқанда, ол малымен демеді. Және Алла маған ол арқылы перзент сыйлады. Ал өзге елдерде мені перзенттен махрұм етті деген Ахмадтан жеткен, имам Ахмад Муснадта келген осындай хадис бар. Нағыз серіктестік осындай болса керек. Сондықтан сен де өзгелерге хасиб бол. Алла сені қалай жеткілікті етіп тұрса, сен де солай адамзатқа солай бол. Алла Тағала бізді өз көркем есімдерінен терең түсінетін, сол есімдермен өмір сүретін құлдарынан етсін деп Алла Тағаладан жалбарынып сұраймыз. Әл-Хасиб есіміне алынатын амалдар: бірінші, тәуекел амалын күшейту. Алла жеткілікті қамқор екен жүрекпен мойындау. Қиын сәтте, қорқынышта, әлсіздік кезінде хасби Аллаху ла илаха илля хуа, маған Алла жеткілікті, одан өзге Құдай жоқ деп айту. Бұның нәтижесі жүрек тынышталады, уайым азаяды, пенде істі Аллаға тапсырады. Әділетсіздікке сабырмен жауап беру, яғни сауапты Алладан күтіп ихтисаб қылу. Өзіңді емес, Алланың әділетін күту. Амалы, саған әділетсіздік жасалғанда хасбуналлаху ва ни'мал уакил деп айту, кек сақтамау, істі Аллаға қалдыру. Дәлел: маған Алла жеткілікті, ол қандай көркем қамқоршы деген Әл-Имран сүресінің 170-ші аяты. Нәтижесі: Алла пендені қорғайды, қарсы тараптың ісін өз есебіне алады. Үшінші амал: қайғыда Алладан орнын толтыруды сұрау. Яғни Алла жүректі де, сезімді де жеткілікті етеді. Яғни амалы, жақын адамнан айырылғанда Аллахумма юрни фи мусибати ва хлюф ли хайрон минха. Ва Алла, қайғым үшін маған сауап жаз, және одан да қайырлысымен алмастыр деп айтуды бұйырады ғұламалар. Нәтижесі: жүрек жарасы жазыла бастайды, сабыр мен разылық келеді жүрекке деген. Төртінші амал: ризықта разылық амалын қалыптастыру. Алланың бергеніне разы болу. Бұл берекені кілт екенін ұмытпаңыз. Бұл жердегі амал қалағаныңнан аз келгенде хасби Аллаху саю'тиниллаху мин фадлихи деп айту. Дәлел: Тәубе сүресінің осы аяты. Нәтижесі: береке артады, келесі ризықтың есігі ашылады. Бесінші амал: жауапкершілікте адал болу. Алла бәрін есептейтінін ұмытпау. Бұдан шығатын амал: қарамағыңда адам, аманат, ақша болса, қиянат жасамау. Алла Әл-Хасиб екенін еске алу. Дәлелі: ақиқатында Алла әр нәрсенің есебін алушы деген Иса сүресінің аяты бар. Ал нәтижесі: амалдың тазалығы мен ақыреттегі жеңіл есепке алып баратын сөзсіз. Алтыншы амал: отбасында жеткілікті тірек болу. Алланың осы есімінен тахаллуқ, өзіңізге киім қылып мінез алу арқылы жұбайыңызға, балаңызға, ата-анаңызға
материалдық, рухани, эмоциялық тұрғыдан тірек бола біліңіз. Үлгі ретінде Хадиша анамыздың пайғамбар саллаллаху тірек болуын өзіңізге мысал ретінде алсаңыз болады. Нәтижесінде отбасында береке, махаббат, тұрақтылық орнайды. Жетінші амал, күнделікті зікір ретінде қолдану. Күніге кемі 7 немесе 33 немесе, әрине бұл уақида келмеген, оны өзіңіз сан шектемей айтсаңыз болады. Я хасиб икфини ма ахаммани. Я хасиб, мені уайымдатқан нәрседе маған жеткілікті бол деп дұға сұраңыз. Нәтижесінде уайым азаяды, жүрек Аллаға байланысады. 8-ші амал, өзгелерге қиянат жасаудан сақтану. Алла әркімге жеткілікті екенін білу. Бұдан шығатын амалдар әлсізге, жетімге, қызметкерге, тәуелді адамға зұлымдық жасамау. Алла оған хасиб екенін еске алу, жеткілікті екенін. Бұның нәтижесі қияметте ауыр есептен құтыламыз. Алла тағала қияметімізді жеңіл қылсын, бізді жеңіл есеппен есептесін. Бізге Алла тағала дүниеде де, қабірде де, ақиретте де жеткілікті болсын. Аллах тағаланың осы керемет көркем есімдерінің қазыналарының ішінде жасырылған әл-хасиб деген қазынасымен жолықтық. Осы есімнің білімін алдық. Алла бұл есімнің білімін, нұрын және берекесін баршамыздың жүрегімізге нәсіп етсін. Осы есімнің білімін өзгелермен де бөлісіңіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.